Неге төке, жаңа айттыңыз ғой, мен әлі күнге шейін түкіріп келе жатырмын дедіңіз, ә? Иә. Солай ма? Сөйтіп айтты, иә. Айтты ғой сөйтіп, иә? Айтты. Қанша жыл болды түкіріп келе жатқаныңызға? Алғашқы түкірік қашан болды? Алғашқы рет қалай болды? Бір 10 жылдай болған жер, 10 жылдай. 10 жылдай. Міне дәл өзі кеп тұр. Сол 10 жыл түкірген түкірім жинап алып келін деп отқан жоқсың ба? Ендеше, төке, қарсы ал, құрметті достар. Дәл қазір Төреғали түкірген балалардың барлығы сахнаға шығады. Қарсы алыңыздар. Барша Төреғали түкіріп тастаған балалардың. Охо! Йо-майо! Мынау алғашқылар-ау деймін, ә? Бұлар анау көп түкірік, бір 5-6 литр түкірік ішкен ғой анау. Ал, өздеріне сөз берейік. Ассалаумағалейкум Төреш аға. Алейкумассалам. Мына список бойынша мен сізге шаңырақтан 6 бала түкіртуге алып келіп тұрмын. Онда не алып тұрмыз, бастайық. Тоқтаңдаршы. Төреш аға, сіз білесіз ба? Осыдан 2 жыл бұрын Қызылорда облысына келіп, бізге концерт берген болатсыз. Сол кезде мен аузыма түкіргенсіз. Сол күйі еш нәрсе өзгерген жоқ. Төреш аға, есіңізде ме? Алдыңғы концертте менің аузыма түкіріп, артына теуіп едіңіз ғой? Енді бәрі мектепте мен теуіп жүр. Жарайды, енді түкірсеңіз түкіре беріңіз. Бірақ артынан теуідің не керегі бар? Төреш аға, түкірсеңіз түкіре беріңіз. Бірақ сол түкірердің алдына маған Қайрат Нұртастың, Ернар Айдардың және Серік Ибрагимовтың номерін бересіз ғой, коллекция жинап отқанын. Охо! Ал маған Төреш аға түкірген жоқ. Мен аузым түкіретін орна емес. Төреш аға, сіз менің ғана аузыма түкірдіңіз ба десем, сіз мыналардың да аузына түкіріпсіз ғой? Түкіріңізге адал болып жүрмейсіз ба? Сенді бір сізге бір сөзімді қойыңызшы. Сіз менің аузыма түкіргеннен кейін мен үйдегі атаммен ұрыс қалып етін боппын. Мен керісінше Төреш ағаға рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені менде бәрі жақсы, сапағын бәрі 5. Құдай қаласа бизнес ашайын деп жатырмын. Аузыма түкірмегеніме рахмет. Төреш аға, менде уақыт жоқ. Тез-тез аузыма түкіріп жібересіз ба? Аяқта айтыс бастайын деп отыр. Мына балалардың бәрінің атынан сөйлейін деп тұрмын. Осы жерде үлкен ретінде. Енді Төреш аға, сіз мына бәріміздің аузымызға түкіріп жатсыз. Бізден сол бәріміз жиналып сізге бір... Ондайын қойыңдар, болмайды. Жоқ, түфай, көз тимесін деп қойық та сізге де. Ал, Не дейсіз балаларыңызға? Мықты керемет, жандарым, алтындарым сол. Қарадамолақ қазақтың балдары ғой, бәрі жұлқынып тұр, барлығы кәдімдей ойбой шетінен сен тұр мен атайын. Мынау вообще мықты екен. Бергенсе тағы бір түкіріп жүрсің. Алла тағала тіл көзден сақтасын сендерді. Маңдайларың жарқырап, бақтарың беселі болып, талаптарың таудай болып, болашақта бізден де асып кеткен сахнаның саңлақтары болыңдар жандарым. Әумин. Рахмет жігіттер, қошеметпен шығарып салайық. Ұнады ма? Ұнаған болса, фук етіп лайк басыңыздар, фук етіп комментарий жазыңыздар, және де фук етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, фук ете қалайын. Келесі кездескенше. Фук. Сен әлі фук етпедің ба не? Кәні, фук. Давай.